Үйдің бөлмесінің есіктері құлыптаулы. 6 құлып және оның 6 кілті бар. Қай кілттің қай құлыпқа түсетіні белгісіз. Қай кілттің қай құлыпқа түсетінін ең аз дегенде қанша рет байқап білуге болады. Енді бұл жерде былай болады ғой, міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бір кілтті аласың, кәдімгі санап шығу керек бұл жерде. Бір кілтті аласың, сол кезде келмейді, 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 келмейді. Демек, олша маған келеді. Мен оны тексермеймін, бірақ. Сондықтан бесеу болады да. Бізге ең аз дегені керек. Мен оны тексермеймін, алтыншы рет тексермеймін. Ол соған келеді деймін да, бөле саламын. Өйткені міне үйдің бөлмесінің есіктері құлыптаулы, 6 құлып және оның 6 кілті бар. Қай кілттің қай түсетіні белгісіз. Яғни 6 құлып және оның 6 кілті бар деген сөзден болу керек. Енді олар міндетті түрде біреуісіне келеді деген сөз. Сондықтан ең аз дегенде де мына жақта болды, мына кілт мына құлып жалғыз қалды ма, болды, солонікі деген сөз. Сөйтіп біріншісіне бесеуін тексересің, сосын ана құлыпты алып тастайсың да, содан кейін 4-ке қосасың, одан кейін 3-ті, одан кейін 2-ні, одан кейін 1-ді, одан кейін 0. Ең соңында бір кілтпен бір құлып қалады, оны тексермейсің, оған келеді деп санай бересің жай ғана. Сонда бізде жаңағы 5-ке 0-ді қоссам 5, 5-ке 4-ке 1-ді қоссам 5, 5, сонда 15 болады. Сонда 15 мүмкіндіктен бұны білуге болады. Мынаны тексеріп 6-дан бастап 1-ге қоссақ 21 шығады. Ондай вариант мында жоқ, әрі ол ең аз емес қой.